Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Қалай Трамп дәл мен айтқандай әрекет етіп жатыр. Таң қалып жатырмын өзімде, бірақ мен бұны болжадым. Осыдан 3-4 ай бұрын мен бұны айтып тастаған едім. Бұны жариялаған видеоларынан көрсеңіздер де болады. Жақында да осы мәлімдемені айтпастан бұрында мен бұл туралы айтқан едім. Трамп дәл мен сияқты әрекет етіп жатыр. Енді мен ол кезде қандай нәрсе айттым, қандай болжам айттым, тарихтан кейде жалпы мен видео жариялаған кезде өткен тарихтан мысал келтіріп, міне кезінде осындай болып еді, бүгін де осын істейік, мынадай болады, мынадай болуы мүмкін деп өткен тарихтан мысал келтіремін, сосын бүгінгі болып жатқан жағдайды айтамын. Оны менің тұрақты көрермендерім жақсы біледі. Сол кезде мен бір болжамда былай айтқан болатынмын. Кеңестер одағының алтын дәуірі мұнаймен тікелей байланысты болды. Горбачевтың тұсында құлдыраудың басты себебі де осы мұнайға байланысты. Брежневтің тұсындағы нан болса ән болады деген нәрсенің де түп төркіні Кеңестер одағының алтын ғасыры, былайша айтқанда коммунизм жылдары сол кезде өтіп кетті деп аңсайтын кейбір адамдардың сол нәрселерінің барлығы мұнай бағасымен тікелей байланысты екенін мен осыдан 3-4 ай бұрын мысал келтіріп айтқан едім. Және Ресейде бұл нәрседен алыс кете қоймағанды айтқан едім. Мен сол кезде қандай болжам айттым, тыңдап көріңіздер. Қысқаша айтып берейін, өйткені бұл туралы мен шамамен айтсам 3 ай бұрын немесе 4 ай бұрын айттым, және осыдан бір апта, шамамен 3-4 күн бұрын немесе бір аптаның айналасында айтқан болатынмын видеода. Видеоны тауып көрсеңіздер де болады. Мен қазір сілтемесін қалдыратын болам, егер сенбейтін болсаңыздар. Трамп ОПЕК және Сауд Арабиясынан мұнай бағасын төмендетуді сұраймын. Мұнай бағасын міндетті түрде төмендету керек. Сол кезде ақ бірден Ресей мен Украинаның арасынан соғыс тоқтайды деп мәлімдеме жасады. Енді Трамптың айтып отқан нәрсесін осыдан шамамен Кеңес одағы құлайтын кезде Америка қолданған еді. Ол қалай? Қысқадан нұсқа айтып беремін, өйткені бұл туралы бірнеше рет айтқан болатынмын, тағы да айтайын. 1979 жылы Кеңестер одағының ең үлкен саяси қателігі бұл Ауғанстанға әскер кіргізу болды. 1979 жылы Кеңестер одағы әскері Ауғанстанға кірді. Бұл өзінің үлкен тарихи саяси қателігін жасады. Сонымен Кеңестер одағының әскері Ауғанстанға кірген кезде Сауд Арабиясы билігі осы кезге дейін Кеңестер одағымен жақсы байланыс орнатып келіп, бірақ Ауғанстанды қолдап шықты, оған жаңағыдай түрлі деңгейде көмектер ұсынды. Осылайша Кеңестер одағының қытығына тиді. Және Сауд Арабиясы түсінді, королі жалғыз өзі Кеңестер одағына алпауыт империяға қарсы тұра алмайтын, сөйтті де америкалықтармен келіссөздер бастады. Ал америкалықтардың көптен күткен нәрсесі де осы еді. Сауд Арабиясы Кеңестер одағы сияқты мұнай шығаратын мемлекеттердің бірі еді. Кеңестер одағының алтын дәуірі сол Брежневтің тұстарында, Хрущевтен кейін Брежневтің тұстарындағы өрлеу, бүгінгі күні мына кейбір қалаларда тұрған ғимараттардың көбісі сол тұстар салынған, Хрущевский домдар дейді, Брежневский домдар дейді, солардың барлығы кезіндегі сол алтын дәуірдің кезінде салынған еді. Енді сол нәрселерге ықпал еткен мұнайдың бағасы болатын. Сібірде атқылаған, қазақ жерінде атқылаған мұнайдың бағасы шарықтап тұрды, және Кеңес одағы мұнай экспорты бойынша әлемдегі көшбасшылардың бірі болған еді. Міне осы көшбасшылықты Америка жақсы түсінді. Сөйтті де Сауд Арабиясымен, өзіне келіп тұрған Сауд Арабиясымен жақсы байланыс орнатты да келіссөздер басталды. Осы кезде Сауд Арабиясы шамадан тыс мұнайды өндірді де, мұнай бағасы шарықтап тұрған шағынан күрт құлдырады. Күрт құлдыраған мұнайдың бағасы Кеңестер одағының шаңырағын шайқап кетті. Осылайша 1989, 1990, 91-ге дейін есін жия алмаған Кеңестер одағы құламастай көрінген Кеңестер одағы келмеске кетті. 1989-86-тан былай қарайғы уақиғалар кезінде Американың арнайы барлау қызметі Рейганның кабинетіне, Америка президенттеріне маңызды ақпараттар ұсынып отырды. Яғни Кеңестер одағының экономикалық жай-күйі мұнай бағасымен тікелей байланысты екендігін. Бұны Рейган да жақсы білді. Осылайша күні кеше ғана бір-бірімен қол алысып келісімге келгендей болған Рональд Рейган мен Горбачевтың арасындағы келісімнің барлығы, былайша айтқанда, тек жай ғана уақытша ғана қалай айтуға болады, уақытша ғана алдаусыратқан қадам болды деп айтуымызға болады. Осыдан кейін Кеңестер одағы тас-талқан болды. Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан сияқты мемлекеттер өз тәуелсіздігін алды. Айналып келгенде Кеңестер одағының түбіне жеткен осы экономикалық кризистен шыға алмады. Себебі перестройка дейді, яғни Горбачевтың қайта құру кезеңі сәтсіздікпен аяқталды. Ол керемет ұмтылыс жасады.
демократиялық бағытта болсын, экономикалық бағытта бірақ олардың барлығы да өз нәтижесін бермеді. Кеңестер одағы сол дағдарыстан шыға алмаған күйі 1991 жылы түбегейлі ыдырап тәуелсіз мемлекеттер пайда болды. Енді осынау нәрсені Трампта жақсы біліп отыр. Тарихта америкалықтар осындай әдісті қолданды. Енді қараңыздар, бұған тағы да бір тарихи мысалды келтірейін. Жаңа айттым, 1979 жылы Ауғанстанға әскер кіргізген кеңестер одағы Сауд Арабиясының қатты қарсылығына тап болды деді. Сауд Арабиясы керісінше Ауғанстанды қолдап шықты. Енді қараңыздар, жақында Башар Асадтың Сирияны тастап қашқанын білесіздер. Башар Асадтың басты тірегі, саяси серіктесі бұл кім? Ресей, Путин. Башар Асад қашып шығып қайда барды? Путинге барды. Ал енді қараңыздар, Сирия жерінде Ресей өзінің позициясын одан әрі ұстап тұра алады ма? Және жаңадан бір қалай айтсам болады, қимылдар жасау мүмкін ба? Осы таяу шығыс елдеріне, мұсылман әлеміне, араб әлеміне осындай бір саяси қадамдар жасау мүмкін ба? Егер жасайтын болса, онда сол 1979 жылы Ауғанстанға әскер кіргізгендей жағдайға тап болуы әбден мүмкін. Бұны да бір болжам ретінде қарастыруға болады. Ал жаңағы айтып отырған мысалым, мен 3-4 ай бұрын айттым бұл туралы, соны енді Трамп ресми түрде іске асырып жатыр. ОПЕК, яғни мұнай өндіруші мемлекеттердің ұйымына және Сауд Арабиясына мұнай бағасын төмендетуді сұрады Трамп. Егер бұл бірінші қадам деп есептейік. Егер Трамп өзінің бұл өтініші орындалмайтын болса, мұнай бағасын түсірмейтін болса бұл елдер, онда Трамп екінші қадамға бару мүмкін. Бұл қандай қадам? Бұл сайлау алдындағы берген уәдесі. Трамп өз халқына қандай уәде берген еді? Естеріңізде ме сайлау кезінде? Трамп айтты, Америкада мұнай бар, бізде жеткілікті мұнай. Өйткені Трамптың алдындағы президенттер Американың мұнайын сарқып пайдаланған жоқ біздегідей. Пайдалы қазбаларды келер ұрпақтарына жинақтады. Енді қараңыздар, Трамп сол мұнайға, сол газға және басқа пайдалы қазбаларға сеніп отыр. Егер де ОПЕК және Сауд Арабиясы Трамптың бұл өтінішін орындамайтын болса, онда Трамп екінші қадамға көшуі әбден мүмкін. Бұл қадам бұл Трамптың сайлау алдындағы берген уәдесі. Яғни Трамп айтты, біз өзіміздегі бар мұнайды шығарамыз, өзіміздегі мұнайды пайдаланамыз, өзіміз мұнайды өндіреміз. Ал егер Америка құрама штаттары мұнайды нарыққа шығаратын болса, сатылымға шығаратын болса, өздері пайдаланатын болса, онда сөзсіз бұл нарықтағы мұнай бағасын күрт құлдыратып жібереді. Өйткені мұнай көбейіп кетеді де, оның бағасы күрт түсіп кетеді. Ал бұл мұнаймен күнелтіп отырған мемлекеттер үшін нағыз дағдарыс, нағыз, былайша айтқанда, кризис деп айтуымызға болады. Нағыз кризис болғалы тұр. Егер Трамп өзіндегі мұнайды, Американың мұнайын жарыққа шығарып өндіретін болса, онда барреліне төленетін бағасы күрт құлдырайды. Сонда Трамп алғашқы өзінің сонда бірінші мүмкіндігін пайдаланбай тұр ғой, ол бірінші мүмкіндікті пайдаланып, Американың мүмкіндігін пайдаланбай, тағы да сол ОПЕК елдерімен Сауд Арабиясының көмегін пайдаланғысы келіп отыр. Егер де олардан нәтиже болмаса, онда өзінің тікелей Американың мұнайын нарыққа шығарғалы отыр. Енді түсінген шығарсыздар. Кезінде Американың қандай экономикалық саясатты ұстану арқылы нарықтағы мұнай бағасын құлдыратып жіберді. Кеңестер одағының мұнайы түкке керек болмай қалды. Баға құлдырап кетті. Горбачев бұл қиындықтан алып шыға алмады. Сол құлдыраған күйі Кеңестер одағы қирап қалды. Трамп бұл тарихты жақсы біледі. Сол дәуірде өмір сүрген адам. Енді соны қолданбақшы. Ал егер бұл нәрсе жүзеге аспаса, тағы айтамын, онда өзінің сайлау алдында берген уәдесіне кіріседі. Бұл деген Америка өзінің мұнайын шығарады енді. Онда айтпаса да түсінікті, жаңа ол нәрсені талдап айтып берген болатынмын.